Оян. Қайырлы таң, әлемнің ең үздік университеттерінде оқуға лайық көрермен. Өткен шығарылымда шетелдік оқу орнына түспес бұрын қандай сұрақтарға жауап беру керектігін айтқан едік. Енді бұл жолы сол білім ордасын қалай таңдаймыз деген сұраққа жауап іздейміз. Бірінші, сіз таңдаған сала бойынша үздік университеттердің шорт-листін жасаймыз. Ол үшін QS және Times Higher Education сайттарындағы жыл сайын жаңарып отыратын рейтингтерге зер салған жөн. Рейтинг жалпылық және салалық болып бөлінетінін ескеріңіз. Мықты маман болып шығу үшін сіздің мамандыққа қатысты саланың мықтыларына зер салған жөн. Мысалы, талапкерді химиялық инженериядағы магистратура қызықтырады делік. Бағанағы сайттардың біріне сол мамандықтың ағылшынша атауын жазамыз. Хронология бойынша жаңа рейтингті таңдаймыз, үздіктерді жеке-жеке зерттеп шығамыз. Оффтоп бұл рейтинг қалай жасалады? Ол мына сұрақтармен анықталады. Академиялық абыройы қаншалықты жоғары? Түлектері жұмысқа тез орналасып кете ме? Әр студентке қаншалықты көңіл бөлуге қауқарлы? Ғылыми еңбектері қаншалықты қолданыста? Халықаралық студенттердің үлесі қандай? Зерттеу жұмыстарының саны мен сапасы қандай? Сол арқылы мыңнан аса университеттің мықтылары анықталады. Ал енді кейсімізге оралайық. Біз таңдаған мамандық бойынша 2023 жылғы рейтинг басында Массачусетс технология институты тұр екен. Кез келген браузердегі іздеу жолағына университет аты, мамандық және оқу бөлімін жазып, дәл сол бағдарлама бойынша нақты ақпаратқа ұмтыламыз. Көздеген мамандығымызға қатысты жазылғанның бәрін толық қарап шыққан дұрыс. Мысалы, MIT-дағы химиялық инженерия мамандығы 2 семестр кампустағы теориялық дайындықтан және 1 семестр өндіріс орнындағы тағылымдамадан тұрады екен. Егер сіз 10 000 сөздік дипломдық жұмыс жазып терлеудің орнына өндірістік практикадан өткіңіз келсе, міне бірінші артықшылық. Дәл осы бетте қандай сабақтарды оқып, не үйренетініңізді біле аласыз. Химиялық инженериядағы сандық методика, термодинамика, транспорт феномені анализі, химиялық реакторлық инженерия. Біраз дүние бар сияқты, енді бұл саланың маман емеспін, бірақ күшті сияқты. Негізі ең маңызды бөлімі де осы, қандай дисциплиналардың бар екенін білу. Сәл ақтарсаңыз, астында осы саладағы курстар мен сабақтар жиынтығын табуға болады. Осы тізімді ақтара отырып, сіз армандағы маман болу үшін бұнда оқу қаншалықты қажет екенін ақырындап түсіне бастайсыз. Не үшін осы мамандықты таңдауым керек деп тағы да күмәндансаңыз, why деген жерін бір шолып шығыңыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, FAQ не жиі қойылатын сұрақтар бөліміне өтіңіз. Сізді мазалаған дүние онда болмаса, көрсетілген электронды поштаға жазып, сұрау салған абзал. Біраз уақыт алса да олар жауап береді. Бастысы, хатты сауатты жазыңыз. Бұл парақшада тағы не бар? Шәкіртақы мен оған қатысты ақпарат та бар екен. Осылай біраз университетте виртуалды түрде шолып шығып, өзіңізге лайықтысын таңдайсыз. Универ таңдалған соң онда құжат жинау керек. Бірақ бұл қадамды түсіндіру келесі шығарылымның еншісінде. Білім әлеміне Оянмен бірге. Оян.